Бүгін ұлттық кітап күні. Президентіміздің 3-ші ұлттық құрылтайдың негізгі сессиясында берген тапсырмасына сәйкес бұл күн ресми түрде бекітілді. Осыған орай қаламыздағы Арбатта кітап пен өнер тоғысқан үлкен көрме мен концерттік шара ұйымдастырылып жатыр. Ендеше осы бір кереметтей шараның бәріміз бірге куәсі болайық. Көрмеге өңірдегі барлық кітапханалар, жеке баспалар мен қаламгерлер қатысты. Әдебиет әлемінің алуан түрлі жанрын ұсынған сөрелер әр жастағы оқырманды қызықтыра алды. Мұнда ескі классикада, заманауи прозада, балалар әдебиеті де бар. Толқындарға қарсақтым, сондықтан да өзім дерде шаршаттым. Қазір мені 3 топ адам қоршап тұр. Биылғы ұлттық кітап күні ерекше аталып өтілуде. Бір апта бойы 16 сәуірден бастап күнделікті түрлі форматта оқырмандар үшін іс-шаралар ұйымдастырудамыз. Атап айтатын болсақ, жаңағы жас оқырмандардың, өскелең ұрпақтың кешкі уақытын тиімді пайдалану үшін кешкі кітапханалық жобаларды іске асырып жатырмыз. Кешкі кітапханаға кітап сыйла акциясы аясында кітап қорын толықтырудағы шараларымызды үдеттік. Бүгінгі күнге 200-ден астам кітап қорымен толығып жатыр. Жергілікті ақын жазушыларымыз, тұрақты оқырмандарымыз кітапхана қорымызға өздерінің сый-сияпаттарын әкеп тапсырып жатыр. Көрменің мәдени жалғасы, концерттік бағдарлама, қала өнерпаздары мен мектеп оқушылары ән күймен көрерменнің көңілін көтерді. Ақындар жыр оқып, жас өнерпаздар әдеби қойылымдар ұсынды. Әдебиет пен өнер осылайша үйлесім тапты. Сіз бұл жерден классикалық әдебиеттен бастап, заманауи шығармаларға дейін, балалар әдебиетінен тарихи еңбектерге дейін таба аласыз. Әр оқырман өз жүрегіне жақын бір кітапты осы жерден табарына мен сенімдемін. Ендеше осы жерге көрермен боп келіп, өзіне лайық кітап іздеп жүрген жандардан бүгінгі шарадан алған көңіл күйлерін сұрап біле кетсек. Ұнап жатыр. Бүгінгі көрмеден өзіме бір-екі кітап алдық. Енді тек қана өзім емес, балаларыма деген біраз тәлім-тәрбие болсын деген, кемелденсін деген ниетпен балаларыма арналған кітаптар алдық. Бір жақсы қуантарлығы, көп балаларға арналған кітаптың көбісі орыс тілінде екен. Бірақ бүгінгі жәрмеңкеде көбінесе қазақша кітаптар бар екен, соның ішінен өзімізге деген біраз кітаптар қоржынымызға тиді. Бұл бірінші рет емес, осымен қатарынан бірнеше рет өткізіліп отырған дүние. Жас ұрпаққа әсіресе өте бір керекті шара деп ойлаймын. Бүгін көрме ұнап жатыр. Біздің де көрмеге осы кітап сыйлау акциясы бойынша былтыр біздің өлкетанушылар жасаған 12 кітабымызды сыйлап отырмыз. Былай айтқанда бүгінгі мереке біздің де мерекеміз болып отыр ғой. Әсерім ерекше. Жалпы кітап күні бізде биыл бірінші тойланып жатыр ғой. Мен өте қуаныштымын. Себебі кітап жанашырларының бірімін десем де болады өзімді. Сондай бір үлкен қуанышпен осы кітап көрмесін келіп тамашалап жатырмыз. Көрме енді өте жақсы, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Халықты риза, бізде риза болып сыртынан қарап, көңіліміз толып тұр. Рахмет, осындай мереке ұйымдастырып жатқаныңызға көп-көп рахмет. Бүгін кітапқа қол тигізіп, рухпен қауышатын сәт. Әсіресе балалардың көзіндегі қызығушылық пен ата-аналардың қолдауын көру болашақтың үміті оянғандай әсер қалдырады. Әдебиет ұрпақ тәрбиесінің темірқазығы. Бүгінгі көрме сөздің киесін ұлықтап, оны жастарға дәріптеуге арналған. Ұлттық кітап күні бір күнмен шектелмейді. Ол жыл бойы жалғасатын мәдениеттің бастауы. Ендеше кітап оқиық, ой түйейік.